Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда мынандай бір гүлден 3 отростка кестім. Үшеуі бір гүл и 3 түрлі жолмен тамырлатып көрсететін болам. Перлит, вермикулит, суға. И болашақта результатын көрсететін болам. Қайсысынкі тез тамырлады, бұйыртса оны да көрсетемін. Сосын бүгін біраз гүлдерімнен отростка кесемін. Қимай тұрмын, бірақ жоқ, кесу керек, себебі менің жаңағы парақшам бар. YouTube парақшадан бөлек Instagram парақшам бар. Instagram парақшамда осылай отросткаларымды, кескенімді, тамырлатқанымды, гүлдерімнің уходын бәрін бөлісіп жүрмін. Енді оқырмандарым менен осындай кескін дейміз, өскін дейміз, отростка дейміз, көшет дейміз, сондай алып жүргендіктен көктемде енді бізде сезон басталып жатыр. Біраз отросткаларымды кеше коробкасымен алып кетті. Енді тағы да дайындауым керек болып жатыр. Сол жайлы сіздерге видео түсіріп жатқан жайым бар. Одан кейін мына жерде кеше пеппероми гүлдерінің отросткасын дайындаған болатынмын. Сіздерге видео түсіруге уақыт болмады. Шыны керек, әйтпесе бір тамырларын көрсетіп, түсірсем ба деп едім. Бұл жерде пеппероми мен эпипремнің гүлдерін дайындадым. Қараңыздар, жапырақтар бәрі ешқандай жапырақ сарғаймаған, жылтырап, жапырақ қатты жапырақтар, таза тұратын гүлдердің қатарынан пеппероми уходқа жететпейді. Жапырақтар қоянкіндей қатты, пластмасса искусственный гүл сияқты. Қараңыздар, жап-жасыл болып тұр. Әр гүлді әдемі таза етіп өсірсеңіздер, негізі әдемі емес деген гүл жоқ қой, бәрі әдемі ғой шеттерінен ше. Сосын мына жерде қазір айта кетейін, біраз гүлдерімді кесіп көрсететін боламын. Кесу керек гүлдерімді алып келдім. Сосын мына нәтижесін бұйыртса көрсететін болам. Үшеуін тамырлаған келесі видеоларда салатын болам. Алда видеоны қарап жүрсеңіздер, видеоның осы арасында көрсететін болам. Сосын комментарияда жазады, менде отростка дегенді қазақша көшет деп жаз деп. Енді біз жақта көшетті помидордың, бадыранның жаңағы көшеті дейміз ғой, жаңа ұрықтан еккенді сөйтіп айтылады да. Енді кейбір жақ өскін дейткен, кейбір жақ кескін дейткен, әр жақ әртүрлі айтады екен. Енді мен қиындатпай-ақ отростка деп айтылып үйреніп қалғаннан кейін отростка деп айтып жүрген болатынмын. Ал сіздер жақта қалай айтылады? Так, бастайық. Мына үшеуін бірінші тамырлатуға қойып көрсетейін, одан кейін гүлдерімнен отростка кесіп көрсетейін. Негізі карнивинге батырып салсаңыздар да болады. Қазір енді көктемнің кезі болғандықтан карнивин қатты қажет емес. Мына суға біріншісі, жай тұндырылған су, ешқандай су қайнатылмаған, жылы су, комнатный температура, мен соны салдым. Бүгін кесілді үшеуі де, бір жарты сағаттай кепті. Мына жерін кептіріп алам жарты сағаттай. Сосын мына жерде перлит пен вермикулитті міндетті түрде дымқылдаймыз. Қаншалықты шылқытып, суды түбінен құйып жүрмейміз, аяғына дейін. Ең бастысы вермикулит дымқыл болса болды. Міне, құйған суымды сорып қойды, тағы да бір қайталап құйдым. Міне, астына қарай кетеді су, одан кейін бетіне қалмай қалады. Міне, байқасаңыздар, сорып жатыр, өзін бойына сорып жатыр. Вермикулит өзін бойына дымқылдықты сорып алады. Міне, кетіп жатыр. Ал енді перлит, мына камерам. Міне, перлит бұл. Перлитті алдында да гүлдер тамырлатып көрсеткем сіздерге, өте жақсы тамырлайды. Одан кейін перлитті тамырлатқан гүлдеріңізге қолдана берсеңіздер де болады. Еш зиян жоқ. Главное, шіріп кетпесе болды ғой жаңа отросткаларыңыз. Жарық жылы жерге қою керек. Міне, вермикулитті салам. Камераны дұрыстап алайыншы. Міне, өздеріңіз білесіздер, дымқылдап карнивинге батырып салсаңыздар да болады. Міне, енді перлитке. Бұлай отростканы салып алып, сосын үстінен перлит или вермикулит салсаңыздар да болады. Себебі кейбір
мынау гүл қатты ғой, кейбір гүлдердің атросканың түбі жұмсақ болғандықтан жаңағы мынау перлитке кіргенде уже түбін босатып жіберуі мүмкін да. Сондықтан жұмсақ гүлдердің, жаңа нәзік тамырлайтын гүлдердің қатарынан болса, осылай тыққан кезде мына перлитті былай түсіріп жіберіп барып қолданыңыздар. Міне көрсетейін. Жартысын түсірдім. Міне салдым атросканы. Енді жан-жағынан салатын болам. Содан кейін үстінен су құятын болам. Міне. Егер атроскаларыңыз жұмсақ болса, кейбір колеустардікі жұмсақ болады, білемін мен. Майда атроскалардікі мына қисық тұрды. Міне. Енді үстінен дымқылдаймыз аздап. Үшеуін бұйырса уақытысымен көрсететін боламын. Ал қазіргі уақытта атроскаларымды кесіп көрсетейін. Жарық жылы жер болса болды. Егер жапырақтар төмен тастап жатса, женский счастьелар болады. Бір құлап қалатын соқсап тастап жатса, үстінен парник жасап, стаканчик кигізуге болады, или салафан орап қоюға болады уақытша. Бірақ күннің көзінде қалып кетпесін. Мына сияқты стаканчикті былай төңкеріп қоюға болады. Сонда парниковый эффект болады да, жаңағы тез тамырлайды гүлдеріңіз, осы сияқты стаканды төңкеруге болады. Қазіргі уақытта атроска кесейік. Жақындатып алайын. Олардың ыңғайлап. Видеом пайдалы болып жүр ма сіздерге? Соңғы уақытта пайдалы болып жүрсе, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сосын қандай гүлдерден көрсетейін, сол жайлы айтып өтсеңіздер. Себебі менде біраз гүлдердің атроскалары кесілуге дайын болмай жатыр да. Кесілуге дайын болған гүлдерді кесе беремін негізі. Кейде мынаны өткенде ерезинен тамырлатып көрсеткен перлитке, оны бір кісі келіп алып кетті. Енді мына жерінен атроска кесейін деп жатырмын. Бұл гүлді кесе берем, кескен сайын қалыңдай береді. Ол ренжімейді, дым ренжімейді. Міне осы жерінен кескім кеп тұр. Осындай жерінен кесемін. И суға салып қойсам, мына жерінен тамырлап шыға келеді. Перлитке де тамырлата берем, жалпы любой жерде тамырлата берем. Мына қып-қызыл болғаннан кейін гүлдердің арасында ерекше цвет беріп тұратын болғаннан кейін қызығады көбісі. Менен көп алады осы ерезинен. Бірақ күн ыстықта шыдамсыз, күн ыстықта өлтіріп алмайға тырысу керек. 2-3 атроскасын алып қалып ше. Мынау қалындай береді енді. Лишний бола береді, оны не алмаймын. Кесілді. Одан кейін мына жерде менде колеус шөлдеп тұр. И атроскасыны неге ауыстыру керекпін. Жаңағы горшокқа ауыстыру керекпін. Бірақ қазір формасын шығарып бір кесіп алғым кеп тұр. Мына жерден жарық жеткіліксіз болғанын ұзарған қыста. И мына жерден кесем. Қараңыздар. Міне. Енді мынаны горшокқа егемін да, перевалка жасап, сосын жаңағы жарық жерге қойып, қалыңдап цветін қанып беретін болады. Мына цветі кетіп қалып, жарық жетіспегеннен ұзарып кеткен. Даже мынаны кессе де болады. Енді әзірше тұра берсін, мынау жетеді маған. Астыңғы жапырақтарын алып тастаймыз міндетті түрде. Колеустар білесіздер, тез ақ тамырлайды. Міне. Көктемге атроска керек болғаннан кейін осыларды кесіп алып жатырмын. Сосын қазір мына жерде менде сингониядан кесеміз. Сингония мохито деген сорты. Қандай жерінен кесеміз? Міне осындай жеріне тамырлап тұр. Дейін тамырлап тұр. Тамырлар дайын болып тұр. Яғни жаңағы воздушный корень дейміз ғой, солсы дайын. Міне. Даже тамыр дайын еге беруге де болады, стаканға, перлитке немесе сразу торфқа, бірақ кішкене суда тамырында шығарып алуға да болады. Сингонимдар осы мен айтам ғой, өте капризный емес, дайын болып тұрады. Мынау ары қарай өсіп бастайды. Бұйырса көрсететін боламын жағдайын. Сосын Enjoy мен эпипромды кесейін. Екеуін қанша кессем де ренжімейді маған. Кесіп жатырмын. Енді бұл гүлдерінде үйренген маған. Атроска беріп тұрады. Менің қолымда үйренген, бұларды кесе берем. Ешқандай
шаштарын қысқартқандай қысқартып қоймасам тоже ұзарып кетеді. Міне ренжімейді маған. Ал эпипремді осыған бір опора істетіп былайынан орап қойса әдемі көрінеді. Негізі эпипремдаршы кольцо дейміз ғой, жаңа темірден домалақ етіп или опора қойса болады. Менікі бірақ көктем уақытында бір кесіліп алады. Біраз роска жасап аламыз. Мынаны сразу жаңағы тамырлағаннан кейін горшокқа егуге де болады, стаканға емес, себебі өзі үлкен уже. Міне осындай арасынан осылай кесемін. Бұл да анандай лимонный цвет болғаннан кейін бәрі қызығады, себебі анандай көп гүлдердің, жасыл қызыл гүлдердің арасында сап-сары болып лимонный болып тұрғаннан кейін қызығады. Так, міне ары қарай осы отросткалар